Қарапайым қарандыздың дәрі екенін біреу біледі, біреу білмейді. Ендеше бізді тыңдап көріңіз. Қарандыздың ем болатын аурулары және қолданылуы төмендегідей болады. Созылмалы асқазан қабынуға, асқазан ауырып ішкебуге, қарандыз 10 грамм, пына 10 грамм, тырнагүл 10 грамм суға ішеді. Жүйке, нерв, сипаттағы асқазан қызметінің бұзылуына, қарандыздан 10 граммды суға қайнатып ішеді. Қабырға аралық жүйкенің, нерв, ауруына, көкірекке бір нәрсе тиіп ауырғанда. 12 елі ішек жарасына, асқазан қабынуға, 6-10 грамм қарандызды талқандап қайнаған сумен ішеді. Қарандыздан дайындалған дәрінің қолдану мөлшері 3-10 грамм шамасында болады. Қарандыз тамырын адамдар бөртпе отырға, қабынуды қайтаруға, сондай-ақ асқазанда болатын қанның майын азайтуға да қолданады. Ал мал дәрігерлігінде жылқының май бауыр, қара өкпесін емдеуге, жылқыдағы таралғыш тұмауға қолданады. Сіздердің тыңдағандарыңыз Мақсат медициналық орталығының бас директоры, философия ғылымдарының фейжі докторы, жоғары санатты дәрігер, балалар және ересектер неврологы Мақсат Әбдіқадырұлының мұрағат қорынан алынған қарандыздың емдік қасиеті хақындағы пайдалы кеңестер. Біздің каналға тіркелсеңіздер, қазақ медицинасына тән болған бұдан басқа да көптеген құнды деректер мен пайдалы кеңестерді тыңдай алатын боласыздар.